мына ихсан тақырыбында жихад деген мәселе қозғалады. Жихад дегенде мужахадатун нафс, яғни нәпсімен күресу, нәпсімен жихад деген, нәпсімен соғысу. Мінекей осы нәпсімен соғысу, нәпсіні тәрбиелеу, нәпсімен күресу бұл ихсан дәрежесіне жетудің негізгі 5 тірегі болған болса, сол тіректің бірі болып есептеледі. Ал енді жихад деген сөздің жалпы мағынасы не ол? Егер біз жихад деген сөздің мағынасын дұрыс түсіне алсақ, онда осы нәпсімен күресуіміз біздің жеңіл болады. Нәпсімен күресу жеңілге соғады. Жихад дегеніміз не? Жихад деген сөздің негізгі анықтамасы адамның бойындағы бүкіл қабілетін, бүкіл күш-жігерін, бүкіл мүмкіншілігін барлығын өзінің дұшпанына қарсы жұмсау. Яғни өзінің нәпсісіне қарсы жұмсауды бұны жихад деп атайды. Бізде қандай мүмкіншілік бар? Уақыт бар ма? Күш-қуат бар ма? Атақ мансабыңыз бар ма? Байлығыңыз бар ма? Осының барлығын нәпсіміздің тарапына қарсы жұмсау. Яғни нәпсіміздің азғындыққа кетіп бара жатқан болса, сол азғындықтан қайтару жолында осы бүкіл мүмкіншілігімізді пайдалануды жихад деп атайды екен. Мінекей сол ихсан деңгейіне жетем деген адамның осы бір мужахадатун нафс, яғни нәпсімен күресуі, нәпсімен арпалысуы, оны жеңіп тәрбиелеуі бұл міндет болып саналады екен.